Қайырлы күн достар, біз бүгін лакомка жасайтын боламыз. Видеоны толығымен көруге кеңес беремін. Лайк, комментарий қалдырып, подписка жасауға ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Енді жылы сүтімізді құямыз. Тұзымызды, қантымызды салып, ертілген сары майымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап тұрып араластырғаннан кейін үстінен ашытқымызды, яғни дрожжымызды салып, тағы да бірле жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырғаннан кейін ұнымызды ақырын-ақырынан үстінен салып отырамыз. Жақсылап тұрып салған ұнымыздан кейін жақсылап тұрып араластырып отырамыз. Ең соңына қарай барлық ұнды салып, қолымызбен жүп-жұмсақ қылдырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысқақ болып келеді. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Bir сағаттан кейін қамырымыз осылай жақсы болып көтеріледі. Көтерілген қамырымызды енді оның көмегімен алып жайып, кішкентай бөліктерге бөліп аламыз, өзімізге ыңғайлы қылдырып. Өзімізге ыңғайлы қылдырып бөліктерге бөліп аламыз. Әр бөлігін қолымыздың көмегімен шарик қылдырып жасап аламыз. Енді әр бөлігін оқтаулаймыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта оқтаулап аламыз. Енді барлығын оқтаулап болғаннан кейін пергаменттің үстіне қағазымызды төсеп, бетін жауып 10 минутқа қалдырып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтімізді қосып жақсылап тұрып араластырып, бетіне осылай жағып шығамыз. Духовкамызды ертерек қыздырып қоямыз. Барлығын жағып болғаннан кейін духовкаға 35-40 минутқа жіберетін боламыз. Сол уақыт аралығында ішіне салатын кремін дайындаймыз. Ол үшін майымызды, сгущенкамызды блендермен жақсылап тұрып езіп аламыз. Лакомкаларымыз әбден суығаннан кейін осылай ортасын ашып, кремнің жағамыз. Жан-жағына, ішіне барлығына жаққаннан кейін шеттеріне грецкий орехты езіп, солай жақсаңыздар болады. Немесе осы лакомканың қалған тестасын үгітіп, соны жақсаңыздар болады. Осылай әр лакомканы осылай грецкий орехқа жағып, дайын болады. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Сіздерге рахмет, ас болсын.